Путинде егіздер бар. Көптеген адамдар осылай ойлайды. Тіпті олардың санын да айтады. Қалайша бір адам жұрттың қолын алып, бірақ дәл сол уақытта карантиннен адамдардан алшақтайды. Неге бойы өзгере береді? Әлде шынай Путин өліп, билікте отырған басқа адам ба? Бүгін осы сұраққа жауап беретін боламыз. Кремль Путинде двойник бар деген пікірді үзілді-кесілді жоққа шығарады. Ал Ресей президенті берген сұхбатында осылай айтқан. Вы настоящий? Да. А двойник есть? Нет. И не было? Нет. А тема возникала вообще когда-нибудь такая? Возникало. И? И отказаться от этих двойников. Это было в самые тяжелые времена. Бірақ Путинді алмастыратын адам бар, немесе болғаны туралы нақты дәлел жоқ болса да, бұл теория халық арасында кеңінен тарап үлгерген. Кейбіреулер оның денсаулығына байланысты қоғамдық іс-шараларда орнында ұқсас адам пайда болады деп санайды. Басқалары президентті қауіпті жерлерге жібермеу үшін қажет дейді. Тіпті біреулер нағыз президент бұрында қайтыс болған, ал қазір мемлекетті оның двойниктері басқарып отыр деп ойлайды. Путиннің двойниктері туралы ең танымал мем 10 жылдай бұрын тараған. Онда Путиннің әртүрлі нұсқалары көрсетілген. Әңгімеші, удмурт, кучма, дипломат, банкеттік және синяк. Әрқайсының өзінің міндеті бар. Әңгімеші шешендікпен айналысады. Создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. Дипломат халықаралық мәселелерді шешеді. Ал банкеттік халықпен қол алысумен айналысады. Егіздер туралы қауесеттер Путиннің кез келген әдеттен тыс түрі немесе мінез құлқы арқылы күшейеді. Пандемия басталғаннан бері президентпен жұмыс істейтіндердің барлығына қатаң карантиндік ережелер қойылды. Тіпті Франция президентімен кездескенде ұзын үстелдің бір шетінде отырып, ара қашықтықты қатаң ұстанған еді. Бірақ осыдан кейін Путин Мариуполь тұрғындарымен және кейінірек Дербенттегі қала тұрғындарымен өте жақын байланыста болды. Шын мәнінде Путин өзінің коронавирустық ережелерін неліктен бұза бастағаны белгісіз. Оның үстіне Путиннің бойы әртүрлі көрінетіні де көп сұрақ туғызады. Алайда бұл әртүрлі адам болғандықтан емес, президент арнайы бойды ұзартатын аяқ киім мен ұлтарақ киіп жүреді деген болжам бар. Тіпті кей кездері бұл байқалып қалады. Ал арасында құлақ неге өзгеретінін өзім білмеймін. Кейбір адамдардың пікірінше Путин 2006 жылы өлтірілген. Ал қазір билікте басқа адам, немесе тіпті Путин бірнеше адам ойнайтын кейіпкер. Дегенмен бұл бар болғаны теория. Және бұған бірде-бір нақты дәлел жоқ. Жасанды интеллект бет әлпетті тану сәйкестендірудің өте сенімді құралы. Адам өтірік кісіні тануға тырысқанда 100 адамның ішінде орташа есеппен 5 қате жібереді. Ал нейрондық желі 100 адамнан бір қатеден азырақ қате жасайды. Amazon Recognition нейрондық желісін қолданса не болады? Путиннің әртүрлі фотосуреттерін қолданғанда бір адам бейнеленгенін көрсетті. Ұқсастық 99%. Бірақ неге Путин кейде өзіне ұқсамай кетеді? Сізде фотосуретте өзіңізге мүлдем ұқсамайтын кездер болған шығар. Өйткені адамның кадрдағы бейнесіне жарық, бұрыш және басқа да көптеген факторлар әсер етеді. Бұл біріншіден. Екіншіден, Путин косметологтардың көмегімен ботулотоксин инъекцияларын салдыруы немесе тіпті пластикалық хирургтардың қызметіне жүгінуі мүмкін еді. 2000 жылдардың басындағы Путиннің түрі басқаша болуының себебі осыдан шығар. Гитлердің әскерін тамақтандыру, миллиондаған нәрестелердің өлімі, су тапшылығын жасау және құрамында қорғасын бар кеспе. Бұның барлығы бәріміз білетін Nestle компаниясы жайлы. Бұл жайлы толық видеоны көру үшін осы жерге басыңыз.